Пайғамбарымыз Ханафи мазхабын ұстанған ба, Шафиғи мазхабын ұстанған ба, Малики мазхабын ұстанған ба дегендей осындай абсурд сұрақ сұрақ. Жалпы ислам білімдерінде барлық салаларында даму болды. Күн өткен сайын білімдер теорияға айналды. Мысалға пайғамбарым қазіргі айтсақ, енді Құранды қалай оқып жатсың сен? Құранды міндетті түрде мутаватир болған қирағатпен оқуға мәжбүрсің. О жерде мазхаб бар. О жерде Асимнің қирағаты бар. О жерде Нафи'дің қирағаты бар. О жерде Хамзаның қирағаты бар. Бұлардың барлығы, енді мынандай сұрақ сұрайсың ба? Пайғамбарымыз Асимнің риwayетімен Құран оқыды ма, оқымады ма? Деген сұрақ қандай абсурд болса, тура солай. Кез келген терминология, кез келген ғылыми аппарат, ол кейіннен ғалымдар тарапынан теорияға айналған. Мысалға, хадистерді айтылып кетті, хадистерде сахих, даиф, хасан, мурсал, мутаватир, машгур, әр түрлі категориялар бар. Бұл терминологияны көп бауырларымыз қолданады, бірақ бұл терминнің біреуі не пайғамбар заманында болмаған, не сахаба заманында болмаған. Егер ол кісілер мазхаб ұғымындағы категориялар қабылдамаса, тура сол методпен олар қирағаттағы мәселелерді жоққа шығару керек.